Жетінші үйінің терезесінің алдына орындығымда келіп күнде қараймын. Терезенің алдынан әлдекімді күтемін. Әлдекім деген ол сенсің, мама. Мама, мен сені сағындым, мама. Білесің бе маған не болғанын? Тәрбиеш апай мені ұрды. Жоқ, мен ештеңе істегем жоқ. Тек әдеттегідей өзіңді күтіп отырғанымда терезенің алдынан жүзі жылы әйелді көрдім. Ол сен деп, менің мұнда отырғанды қаламады деп, мені алып кетуге келді деп. Мама! Мама, мен мұндамын, мама! Деп айғайлай бастағанында терезенің алдындағы көлік жерге құлап сынып қалды. Мен оны тез жинай бастағанымда тәрбиеш апай келіп қалды. Тәрбиеш апай келіп мені қатты ұрды. Мама! Апай, кешіріңізші, байқамай қалдым дегеніне қарамастан ұрды. Мама! Білесің бе маған тәрбиеш апай не деді? Әй жетімек, әке шешеңе керек болмағанда маған қайдан ғана керексің деп айғайлады. Мама! Мына жерім көгеріп ауырып барады, мама! Мама! Адам түгіл, хайуанды өз баласын іздес емес пе? Сен менің мамамсың ғой. Хайуан емессің ғой, мама. Мен сені сағындым, мама. Мені алып кетші. Мама, мен сені сондай сағындым.